Менің атымда үй бар, бірақ басқа үй алып келеді ипотекамен. Ипотека маған беріле ма дейді. Сәлеметсіз бе? Егер де атыңызда үй бар болса, ипотека берілмеу деген заң жоқ, достар. Егер де отбасы банкте, біздің банкте депозитіңіз бар болса, оның опысы жеткілікті болып тұрса, қазір-ақ алып кете беруіңізге болады. Былтыр менде бір клиент бір жарты жылда 3 үй алды біздің банктен. Сондықтан сіздер де сондай дәрежеге жете беріңіздер, достар. Ең бастысы опы жеткілікті болса, және сіз қандай бағдарламамен ала аласыз. 50-50-мен екінші нарықтан алыңыз келсе, 30-70-пен алуыңызға болады, жасыл ипотекамен алуыңызға болады, мақсат ипотекамен алуға болады. Және де раннее бронирование деген бізде тағы да бағдарлама шықты. Осы бағдарламалармен алуыңызға болады әбден. Сондықтан, достар, менің атымда үй бар, басқа үй алуға болмайды деген тұжырымдамаңызды басыңыздан алып тастаңыздар. Үйлі болыңыздар баршаларыңыз.